Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қолтықтың иісін кетіру үшін ең тиімді 3 әдіс ұсынамын. Арнама тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Бірінші әдіс: жарты стақан суға 1 шай қасық перекись водорода, яғни сутегі асқын тотығын қосып араластырамыз. Осы сумен таңертең және кешке қолтығыңызды сүрту қажет. Бұл әдіс қолтықтағы бактерияларды өлтіріп, күні бойы қолтықтан жағымсыз иістің шықпауына көмегін тигізеді. Екінші әдіс: лимонды бөліп алып, шырынымен қолтықты сүртесіз. Күніне 2-3 рет қолдансаңыз, қолтықтағы жағымсыз иістен арыласыз. Үшінші әдіс: 1 шай қасық ас содасы мен 1 шай қасық суды араластырып, тампонмен қолтығыңызды сүртіңіз. Осы әдістерді қолдансаңыз, қолтықтағы жағымсыз иістен арылуға жақсы көмегін тигізеді. Достар, егер де видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізбен бөлісе отырыңыз.